Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақта Smiles 4-ші сыныптың 46, 47, 48-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса видеоға лайк басамыз, каналға тіркелмесең подписация басып кет. 23-ші тапсырма Listen and match. Тыңда және сәйкестендір. You can see the Grand Canyon in the USA. You can see Mount Everest in Tibet and Nepal. You can see the harbour of Rio de Janeiro in Brazil. You can see Paricutin in Mexico. You can see the Northern Lights in Canada and Norway. You can see the Great Barrier Reef in Australia. You can see Victoria Falls in Zambia and Zimbabwe. Төртінші тапсырма Read and choose. Алдымен оқып мәтінді аударып аламыз, одан кейін сұрақтарға жауап береміз. The Great Barrier Reef in Australia is one of the world's natural wonders. Австралиядағы үлкен тосқауыл рифі әлемдегі табиғат ғажайыптарының бірі. It is 2,300 kilometers long and you can see it from space. Оның ұзындығы 2300 шақырым, оны ғарыштан көруге болады. The reef is home to many kinds of fish and coral. Рифте көптеген балықтар және маржан түрлері бар. 1/3 of the world's soft coral is there. Әлемдегі жұмсақ маржанның 1/3 сонда екен. But the coral reef is getting smaller and smaller. Бірақ маржан рифі азайып барады екен. This is because people kill too many fish and they threw rubbish into the clear blue waters of the reef. Бірақ маржан рифі азайып барады. Себебі адамдар тым көп балықты өлтіріп, қоқыстарды рифтің мөлдір көк суына тастайды екен. Let's hope we can look after this amazing wonder so people can still see it hundreds of years from now. Осы таңғажайыпты адамдар әлі де 100 жылдардан кейін көре алатындай етіп күтеміз деп үміттенейік. Енді сұрақтарға жауап берейік. How long is the Great Barrier Reef? Үлкен тосқауыл рифінің ұзындығы қанша? А. 2300 километр. Екінші сұрақ. What can you see there? Сендер ол жерде не көре аласыңдар дейді. Fish and coral. Балықтар және маржандар. Үшінші сұрақ. Why is it a natural wonder? Ол неге сондай бір ғажайып деп айтады? It's got 1/3 of the world's soft coral. Себебі онда еш жерде кездеспейтін маржандар бар екен. Why is it getting smaller and smaller? Неге маржандар кішірейіп барады? People threw rubbish there. Себебі адамдар көгілдір көк суға қоқыс тастауда. 26-ші тапсырма. Мәтінді оқып аударамыз. Lake Kayında is 400 meters long and about 30 meters deep. Қайынды көлінің ұзындығы 400 метр екен, ал оның тереңдігі 30 метр екен. The underwater forest there is amazing. Ол жердегі су астындағы орманы өте керемет екен. You can see the tops of the trees coming out of the water like long white spears.
Ұзын ақ найзадай судан шығып жатқан ағаштардың шыңдары көрінеді екен. The water in the lake is very cold. Only about 6 degrees Celsius in summer, but very clear. Көлдің суы өте суық екен. Тіпті жазда 6 градус Цельсий шамасында ғана болады екен. Бірақ су өте мөлдір екен. When you dive into the lake, if you are brave enough, you can see the pine needles from the trees below the water. Көлге сүңгіп көр, батыл болсаң дейді. Су астындағы ағаштардан қарағай инелерін көре аласың. The Giant Gateway is a natural rock formation in Northern Ireland. Гигант жолы солтүстік Ирландиядағы табиғи тау жолы екен. It looks like steps that go all the way down to the sea. Бұл теңізге дейін төмен түсетін баспалдақтарға ұқсайды екен. An Irish legend says that a giant called Finn McCool built the Giant's Gateway. Фин Маккул есімді алпауыт гиганттың жолын салғанын айтады екен аңыздарда, Ирландия аңызында. One of the rock formations look like a giant boot. Жартас түзілімдерінің бірі гиганттың алып етігіне ұқсайды екен. The Giant's Gateway is the most popular tourist attraction in Northern Ireland. Жартас жаңағы гигант жолы солтүстік Ирландиядағы ең танымал туристік жерлердің бірі екен. 27-ші тапсырма. Read and match to make sentences. Оқып, сәйкестендіріп сөйлем құрастырамыз. Бірінші сөйлем. The water in Lake Кайынды is very cold. Қайынды деген көл өте суық. It looks like steps that go all the way down to the sea. Бұл теңізге дейін төмен түсетін баспалдақтарға ұқсайды. The Giant's Gateway is in Northern Ireland. Гигант жолы солтүстік Ирландиядағы тау екен. There is an underwater forest in Lake Кайынды. Бұл су астындағы Қайынды көлінің орманы.